тарих тағылымы Әнуар Жаманқұловпен бірге. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламуалейкум, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азан радиосының эфирінде тарих тағылымы хабары және сіздермен бірге араға апта салып қайта қауышқаныма қуаныштымын. Менің есімім Ануар, журналист, редактор, және сіздермен бірге кезекті тақырыпты зерделеуге, танысуға арнайы студиямызға шақырылған қонағымыз бар. Таныс болып отырыңыздар. Бүгін бізде Азан радиосының төрінде қонақта Халил Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің қауымдастырылған профессоры, Құрманғазы танушы, тарихшы Амангелді Шамғонов аға келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Енді сіз ұстазсыз, талай шәкіртке білім берген, ғылым берген, жалпы осы өлке тарихына қатысты Исатай Махамбет көтерілістерін, одан қалсамна күй атасы Құрманғазы Сағырбайұлының мұраларын зерттеп жүрген жақсы ғалым ретінде сізбен бүгін тілдесудің сәті түсіп отыр екен. Биыл 2023 жылы өлкеміздің біртуар дарабозы күй атасы Құрманғазының 200 жылдығы аталып өтілуде. Дегенмен бұл енді сәл әртүрлі пікірлерге қатысты, әртүрлі жағдаяттарға байланысты кейбір мамандар, кейбір ғалымдар бұл Құрманғазының 200 жылдығы биыл емес өтіп кетті деген сыңайлы әртүрлі пікірлерді айтып жатыр. Бұл әрине мүмкін орынды заңдылықта шығар, өйткені кейбір деректерге байланысты ақпараттар қате кетіп жатыр. Және бүгін осы орай келген сұхбатта сіздің аузыңыздан білсек пе деп едік. Жалпы осы күй атасы Құрманғазының нақты туған күні, айы, жылы белгіленген бе деректерде? Өзіңіз айтқандай, биылғы жылы қазақтың ұлы күйші, композиторы Құрманғазы Сағырбайұлының туғанына 200 жыл толды. Дей тұрғанменен, мынау тарихи әдебиеттерде, ермесе мектептің оқулықтарында сол Құрманғазы Сағырбайұлының туған жылы мен қайтыс болған жылдар туралы әртүрлі деректер жазылған. Мысал келтірейік, мынау көп томдық Қазақстан тарихының 2000 жылы шыққан 3 томдығында Құрманғазы Сағырбайұлы 1860 жыл туып, 1879 жыл қайтыс болған деп жазылған. Бұл яғни қате дерек. Бұл қате дерек. Сол сияқты мынау мектептің оқулықтарында Құрманғазы Сағырбайұлы 1818 жылы туып, 1889 жылы дүниеден өткен деп жазылған. Бұл да мүлде дұрыстыққа жатпайтын деректер. Ал шын мәнінде Құрманғазы Сағырбайұлы 1823 жылы туып, 1896 жылы қайтыс болған. Енді алдыменен жаңағы деректер қайда шықты дейтін әңгіме. Қате деректер. Қате деректер қайда шықты дейтін. Ол былай. Алдымен 1860 жылы туып деген дерек туралы айтатын болсақ, ол былай екен. Құрманғазының құлпытасында жазылып тұр. 1879 жылы 73 жасында опат болды. Соны жаңа зерттеушілер өздері көріп, қарап, жазып алып, 1879-дан 73 жас алып тастаған ғой. Сонда 1806 болып шығады. Мінекей осы келіп, жаңағы бүкіл оқулықтарда осы 70 жыл бойына Құрманғазы Сағырбайұлы 1806 жылы туған деп айтылып келді. Бұл өте қате дерек. Құрманғазы 1806 жылы тумаған бір, екінші Құрманғазы Сағырбайұлы 1879 жылы қайтыс болмаған. Екі. Ал олай болса, ана құлпытаста қалайша солай болып жазылып тұр десек, бұл жерде бір құлпытасты оюшының кеткен қателігі. Құлпытасты оюшы жаңағы жазып келе жатып, 97 жылы деген цифрларды қоюдың орнына 79 деп орнына ауыстырған. Содан кейін құлпытаста әлі күнге дейін жаңағы Құрманғазының қайтыс болған жылы 1879 деп жазылып тұр. Сосын енді ағайындар айтқан ғой.
сіз қайта жібердіңіз деп. Сонда жаңағы сасқан құлпытас союшы айтты дейді, өлген адамға бәрі емес пе деп. Өлген адамға бәрі болуы мүмкін, бірақ бұл дүниедегі адамдарға, оны зерттеушілерге, олардың ағайын туғандарына ол енді өте дұрыс нәрсе емес қой бұл. Әрине. Осылайша енді сол айтып отыр ғой, 70 жыл бойына біз Құрманғазы Сағырбайұлын 1806 жылы туды деп жаңағы айтып келдік. Бұл бір әңгіме. Енді екінші әңгіме, бұл Құрманғазы Сағырбайұлы 1818 жылы туды дейтін әңгіме. Оның шығу себебін былайша түсіндіруге болады. Яғни бір емес бірнеше жаңсақ пікір қалыптасқан, туған күніне қатысты. Енді бұл жаңағы 1818 жылы туды дегеннің әңгіменің басы, бұл Құрманғазы танушы академик Ахмет Жұбановтан шығады негізі. Оның себебі кім жаңағы Ахмет Жұбанов архивтен бір газет табады. Онда ол газеттің аты Уральская войсковая ведомость деп аталады. Бұл Орал қаласынан шығады екен. Сол газетте 1868 жылы журналист Никита Савичевтің мақаласы шыққан. Мақаланың аты Карманов форпостынан Глининскийге дейін деген мақаласы. Карманов дейтін жайықтың бойында бар ғой, елді мекен. Глининскийге дейін. Мінекей осы мақалада оқып қарасақ, онда Савичев 1868 жылы қыркүйек айында Казак Бородин дегеннің үйінде Құрманғазы Сағырбайевпен кездескен. Құрманғазы осы үйде отырып, Савичевке, үйдің иесі Бородинге бірнеше күйлер тартып берген. Ал енді Савичев бұл Құрманғазының осындай орындаушылық жаңағы несіне, талантына өте риза болады. Сондағы кімнің Савичевтің газетке жазған мақаласында мынандай сөздер бар. Сағырбаев сирек кездесетін музыкалы жан. Егер де ол еуропалық білім алса, музыка дүниесінде ең үлкен жұлдыз болған болар еді дейді. Бұны енді қазіргі халық айтып жүр, бұл бар нәрсе, бұл шындық нәрсе. Енді шын мәнісінде Құрманғазы Сағырбаев сол жаңағы еуропалық білім алмайықта Еуропа елдеріне таныс қазіргі мезгілде. Никита Савичев айтады, Құрманғазы дейтін бұл орта бойлы адам, орта жастағы адам дейді. Сосын енді жаңағы Құрманғазының қай жерде туғандығы белгісіз ғой. Содан кейін Ахмет Жұбанов орта бойлы болса, орта жастағы болса, ол шамамен 50 жастағы болу керек дейді. Содан кейін 1868 кездесті ғой еді. 1868-ден 50-ді алып тастайды, 1818 болып шыға келеді. Мінекей осыдан келеді, бүкіл Қазақстанға, бүкіл дүние жүзіне деп айтуға болады қазір. Құрманғазы Сағырбаев 1818 жылы туған екен дейтін жаңағы жаңсақ пікір тарайды. Бұл дұрыс емес. Құрманғазы Сағырбаев 1818 жылы дүниеге келген жоқ. Енді ағай, өзіңіз сіз Құрманғазының нақты туған жылын бағана айттыңыз, 1823 жыл деп. Соны қалай анықтадыңыз? Ол деректерді қайдан таптыңыз? Бұл енді негізі бұл мәселе жөнінде айналысқан адам, бұл Атырау облысы Құрманғазы ауданының тумасы, тарихшы Мақсуат Жолжанов дейтін ғалым. Мақсуат Жолжанов сол Құрманғазыны жан-жақты зерттеген адам. Сөйтіп жүріп, ол жаңағы осы Құрманғазы туған жылы қай жыл екен деп архивке барған, Астрахань архивіне барған. Өйткені Мақсат Жолжанов айтады, егерде Құрманғазы Сағырбайұлы 1806 жылы туған болса, 1836-38 жылдардағы Исатай Махамбет бастаған көтеріліске ол қатынасуға тиіс қой. 30 жастағы адам көтеріліске неге бармайды ол? Не қатынаспайды?
жоқ, значит, ол 1806 жылы туған адам емес. Ол кейін туған адам. Содан кейін жаңағы 18 жылы туған деген пікір бар ғой. Бұл да дұрыс емес дейді. Бұл да дұрыс емес. Себебі ол 18 жастағы жігіт, бұл Құрманғазы, ол да көтеріліске қатысуы мүмкін еді ғой дейді. Содан кейін әрмен қарай енді бұл қай жыл туды дейтін бір жаңағы шындыққа келу керек қой. Сол үшін ол Астрахандағы архивке барса, архивке бұдан бұрын атақты тарихшы профессор Исатай Кенжалиевті барған екен. Сол архивке барған екен. Бірақ архивтен ол Құрманғазының туған жылын таба алмаған екен. Енді кімнің пікірінше, Исатай Кенжалиевтің пікірінше, Құрманғазы Сағырбайұлы бұл 1860 жылда тумаған, Кенжалиевтің пікірі 1818 жылда тумаған. Бұл екеуі жансақ бір. Бұны айтып отырған Кенжалиев. Енді сонда бұл қай жылы туған? Содан кім барып, жаңағы Махмұт Жолжанов барып қарайды. Қарағанда 203 қор. Архивте 203 қордың 629 ісін қарағанда сол істі жаңағы кімнің Құрманғазы туралы мәліметтер бар екен. Ол мынандай мәлімет. Бұны кімнің өзі, Махмұт Жолжановтың өзі былай дейді. 1984 жылы Исатай Кенжалиев ақтара тексерген 203 қордың бірінші байламынан 37 істі таңдап, екінші күні 629 іске тап болып, қуанғаннан не істерімді білмедім. Бұл істің 21-31 беттерінен сазгердің жылқы ұрлады деген жаламен Краснояр түрмесінде, Астрахань облысында 3 ай отырғандығын анықтадым. Түрменің смотрителі Сусленков Астрахань губерниясы прокурорының орынбасарына 1982 жылы 9 наурызда 83 санды рапорт жазып, онда ақпан айында түрмеде отырған 43 наурызда 108 адамның тізімін берген. Біріншісінде 42, ал екіншісінде 38 кісі болып тіркелген. Оның атының тұсында ұлты жазылған, сотталу себебі, үкімі, жазаның мерзімі, жасы анық жазылған дейді. Енді қанша жаста десе, 1882 жылы Құрманғазы 59 жаста болады. Сол жазылған. Жаңа түрменің несінде, құжатында. Егер Құрманғазы Сағырбайұлы 1882 жылы 59 жаста болса, онда ол 1823 жылы туған болып шығады. Яғни әлдеқайда жас ерекшелігінің үлкейген сайын оның әлдеқайда ертерек өмірге келгенін анықтауға болады дейсіз ғой. Сөйтіп Құрманғазы Сағырбайұлы 1923-24 жылы наурызда басталады ғой, бұрын жаңа жыл наурызда басталған ғой. Қой жылы туып, ал қайтыс болған жылы 1896-97, яғни айтқанда мешін жылы. Осылайша ұлы сазгер қой жылы туып, мешін жылы 6 мүшкілді дүниеден өткен деген пікірді қалыптастырған Махмұт Жолжанов. Сонда нақты ағай қанша жыл ғұмыр кешіп отыр? Ол 73 жасында. 73 жасында қаза болған. Енді ол қалайша жаңа 90-97 дейтін болсақ, ол жаңағы 1823 бар ғой. 1823-ке 73-ті қоса қойсақ, құлпытасында тұр ғой 73 деген. Тұр құлпытасында. Жаңа айттық. 1823-ке 73-ті қоса қойсақ, 1896 болып шығады. 1996. Сонда Құрманғазының қайтыс болған жылы 1896. Сөйтіп, Астрахань архивінен Құрманғазының қай жылы туғандығын дәлелдейтін деректі табуы Махмұт Жолжановтың үлкен ғылыми табысы болды. Бұл жаңалық ашқан ғылым академиясының академигі де емес, ғылым докторы емес, профессор де емес, Теңіз ауданында бір мектептің тарих пәнінің мұғалімі болған. Сондықтан да біз мұны Жолжанов феномені дейміз. Ең айтқанда, бұл Жолжановтың бойында зерттеушілік қабілеттің биік көрінісі, нақты жемісі. Яғни қарапайым ізденістің арқасында көрші елдегі архивтерді, мұрағаттардан зерттеу жүргізу арқылы нақты туған жылын
қай мекемеде, яғни жазасын өтегеніне дейін анықтап отыр, құжаттардың барлығы. Енді Жолжанов тапты. Бірақ ол Жолжановтың жаңағы тапқан аз. Еще оны Қазақстан Республикасы ғылым академиясы мойындау керек. Яғни жоғарғы жаққа жеткізу керек. Сондықтан да жаңағы Құрманғазының туған өлген жылдарын анықтаған кімнің жаңағы Жолжановтың деректерінің бәрін Атырау облысының басшылығы Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясына жіберген. Осыған орай Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында сазгердің өмірі мен қызметін дәл анықтау жөнінде арнаулы сараптау комиссиясы құрылған. Сол комиссияның шешімі мынадай, оқып берейін. Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты халық композиторы Құрманғазы Сағырбайұлының туған өлген жылына қатынасты сарапшылық комиссияның қорытындысын хабарлайды. Архив деректері мен зерттеушілердің пікірлерін мұқият сараптай отырып, халық композиторы Құрманғазы Сағырбайұлы 1823 жылы туып, 1896 жылы дүние салған деген қорытындыға келді. Мінекей бұл енді ғылым академиясының өзі мойындаған таза шындық. Ресми дерек, жаңартылған, нақтыланған. Бұл енді ешқандай жаңағы мұны бөтен әңгімеге бұл жерде өзі қажеті жоқ. Бұл таза мойындылған нәрсе. Соған сәйкес 1996 жылы Астрахан облысы Володар ауданындағы Құрманғазы Сағырбайұлы жерленген орынға Маңғыстаудың Ұлытасынан биік кесене тұрғызылды. 96 жыл қайтыс болғаннан 100 жыл толу қарсаңында. Кесененің маңдайына архивтен Жолжанов тапқан композиторның туған және қайтыс болған жылдары 1823-1996 жазылды. Осы тұжырымға сай Атырау қаласында 2013 жылы ұлы күйшінің 190 жыл толуына орай 1000 домбырашы қатынасқан күй концерт өткізілді. Біздің Атырау қаласы стадионда. Осылайша талай ғалымдар дәлелдей алмаған мәселені Жолжанов шешіп берді. Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының өзі мойындаған ғылыми жаңалығы үшін Мақсат Жолжановты Қазақстандағы биікте беделді тарихшы ғалымдардың қатарына қосуға әбден болады. Сондықтан да біз даңқты өлкетанушы жерлесіміз дала академигі Мақсат Жолжановпен мақтанамыз. Енді әрмен қарай қорыта келе былай деп айтуымызға болады. Гайдн, Штраус, Бетховен, Чайковский сияқты Европаның атақты композиторларымен тең түсетін қазақ халқының ұлы сазгері Құрманғазы Сағырбайұлы дүниеге 1806 жылда емес, 1818 жылда емес, 1823 жылы келген. Бұл тұжырым архивтік деректер негізінде дәлелденген. Сондықтан да биылғы 2023 жылы күй атасы атанған ұлы композитор, өнерінен өнері дамыған Құрманғазы Сағырбайұлының туғанына 200 жыл толуы елімізде кеңінен атап өтілуге тиісті. Бұдан былай ұлы күйшінің туған жылы 1823, қайтыс болған жылы 1996 деп қабылданып, еліміздің барлық оқу орындарында осылай оқытылу керек. Өкінішке орай бүгінгі дейін олай емес. Бұған дейін Құрманғазы Сағырбайұлының туған, қайтыс болған жылдары деп көзіліп келген 1806, 1879, 1818, 1889 жылдар бұдан былай қолданудан мүлдем алынып тасталу керек. Сонымен бірге, кезінде Қазақстан Республикасының үкіметі ЮНЕСКО-ға жолдаған Құрманғазы Сағырбайұлы 1818 жылы туып, 1889 жылы өмірден өтті деген пікір негізсіз деп танылуы керек. Өйткені бұдан 5 жыл бұрын 2018 жылы ЮНЕСКО арқылы Құрманғазының 200 жылдығы тойланды. Яғни сол кезде қате деректермен берілген. Енді оның бәрі түзетілу керек.
өйткені біз жаңа дерек тауып отырмыз ғой. Күй атасы Құрманғазы Сағырбайұлының туған 200 жыл толуына орай жуық арада оның жаңарған өмірбаяны мен өнер баянын көрсететін қазақ және орыс тілдерінде кітап шығару күн тәртібіне қойылу керек. Ұлы композитордың ғұмырнамасын жан-жақты зерттеп жүрген ғалымдар мен оның шығармаларының шебер орындаушылары үшін 5 жылда бір рет табыс етілетін республикалық Құрманғазы атында сыйлық тағайындалса дейтін ұсыныс бар. 5 жылда бір рет табыс етілетін Құрманғазы атында сыйлық. Сонымен бірге Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваториясында ұлы күйшінің жаңарған өмірбаяны мен өнер баянын зерттеп, республика көлемінде кеңінен насихаттау мақсатында Құрманғазы Сағырбайұлы атындағы ғылыми зерттеу институты немесе ғылыми зерттеу орталығы құрылса деген ұсыныс бар. Одан басқа биылғы жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Атырау қаласына келген кезде Атырауда Құрманғазы атындағы мәдениет және өнер сарайын салу керек деген пікір айтты. Енді қазіргі кезде бұл мәселе жаңағы жан-жақта зерттелуде. Бұйыртса келешек одан кейінгі жылда қалай болғанда да біздің облыстың орталығында Құрманғазы атындағы мәдениет және өнер сарайы ашылады деген біз оптимистік пікірдеміз. Мінекей осы сарайдан жаңағы Құрманғазыға арнап музей ашу керек деген менің ойым бар. Музей ашылу керек. Өйткені біз Құрманғазының отанымыз. Құрманғазы біздің облыстың Құрманғазы ауданында туған. Солай бола тұра біз Құрманғазы туралы біздің жаңағы халық көретін, мына жас ұрпақ барып көретін ондай жер бізде қазірге жоқ. Сондықтан да біз сондай ұсынысты жасап отырмыз. Бәрекелді. Енді біздің қалада облыс орталығында әзірге Құрманғазы мәдениет үйі бар, көше берілген, және облыстық өлкетану мұражайында бір шағын бұрыш, әлде бір зал бар сияқты. Нақты. Енді бұның барлығы бұл халық композиторының әлде бай мұрасын зерттеуді, толықтыруды қажет етеді. Сөзсіз, сондықтан тарихшыларға бұл жерде әрине әлде айтатын нәрсе көп ақ. Енді Амангелді аға, осы жерде мынадай бір тағы да сұрақ бар. Енді біз Азан радиосында отырған соң, діни радио болған соң, ұрпақтар сабақтастығын жалғайтын көпірге айналғаннан кейін кей жағдайда осы жалпы музыка мәселесіне келгенде, ұлттық өнер домбыраға келген кезде кейбір жандардың пікірі керағар болып жатады. Бұны харам деп, яғни домбыраны мойындамайтында жандар өкінішке орай қоғамда үзілді-кесілді пайда болып жатқаны бар. Жалпы өзіңіз осыған қатысты қандай пікірді ұстанасыз? Домбыра мысалға ұлттық дәстүрге сіңген, ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан мұра, мысалға асыл дінімізде орын қаншалықты таба алады? Оған орын бар ма? Осы жерде мынандай бір қысқаша әңгіме айтқым келеді. Бұдан бір 50-60 жылдар бұрын, тіпті одан дәрі, мына Ресейден келген азаматтар, тіпті Ресейдің өзінде домбыраға күліп қарайтын. Домбыра деген айтатын, одна палка, две струны деп. Бұл келемеш қой, домбыраны келемеш. Ол неден шығып тұр? Ол домбыраны менсінбегеннен шығып тұрған нәрсе. Айтқанда, бұл Ресей мемлекеттің жаңағы отаршылдық жүйеден қалған әңгіме. Солай. Енді қазіргі кезде жаңағы өздері мұсылман біз деп жүрген кейбір жаңағы адамдар да осы домбыра туралы өздерінің бір жаман ерсі пікірлерін айтып жүр. Енді домбыраны харам деп айту бұл қазақ үшін мүлде теріс нәрсе ғой. Мүлде теріс нәрсе. Неге олай деп айтады? Себебі ол адамдар арабтардың пікірін жаңағы мойындайды. Ал араб дейтіндеріңіз ол Қазақстанда кезінде жаулап алған халық.
бұдан 8-ші ғасырда арабтар Қазақстанды жаулап алды. Содан кейін Қазақстанға келді жаңа мұсылман дінін енгізді. Ал енді солардың жаңағы пікірлерін болса керек, кейбір адамдар домбыраны харам деп айтуға дейін қазір барып қалды. Бұл өте өрескел қателік, өрескел кемшілік. Ол адамдардың жаңағы өзінің жаңағы қандай дәрежедегі адамдар екендігін сол сөзінен ақ байқауға болады. Олар мәдениеттен, қазақ мәдениеттен жұрдай деп айтуға болады. Өйткені домбыраға тіл тигізу, домбыраны харам деп айту, ол қазақ үшін мүлде болмайтын нәрсе. Жалпы бұл енді радикалды ағымдардың көбіне ұстанатын пікірі ғой. Негізі оның ішіне домбырада, қобызда барлық аспаптар біз қазақтың ұлттық әркез нелер ғой, аспаптар ғой. Айтқанда жалпы мәдени ағартушылықтың өзін жоққа шығарады. Жоқ қой. Бұл енді жалпы айтуға болмайтын нәрсе, және біз осы өзімізді қазақпыз деп жүрген адам, қазақтың мәдениетін мойындайтын, қазақтың ұлттық дәстүрін мойындайтын адамдар бұған қарсы күресу керек. Және оған мүлдем тыйым салу керек. Қандай адам болмасын ол радикал ма, болмаса шетелден келіп тұрған адамдар ма, жаңағы Арабиядан не басқа жерде, ондай сөзді, ондай пікірді айтуға мүлдем жаңағы жол бермеуіміз керек. Бұл енді ұлттық мұра болғаннан кейін ұлтты сақтау, жалпы ұлтты ұстанудың өзінің бір туындайтын мәселе ғой. Қазақтың мәдениетін жоққа шығару деген сөз ғой. Әрине. Біздің енді басты аспаптарымыз осы домбыра мен қобыз емес пе, негізіне алғанда. Біз оны жаңағыдай харам дейтін болсақ, онда сонда біздің қазақ болғанымыз қайсы? Сондықтан да біздер енді мысалы бұрын ондай әңгіме айтылған жоқ та. Бұрын мысалы енді осы өзімізде қанша жылдан бері Әбу Ханифа басқадан ұстанып келеміз ғой енді. Онда домбыра туралы ондай жаман пікір айтылған жоқ. Значит, бұл не деген сөз? Бұл біздің қазақтар Әбу Ханифа басқады менен ғана ілгері даму керек деген сөз. Енді аға, осы жерде тағы мынандай бір сұрақ. Жалпы енді басты тақырыбымыз бұл Құрманғазының 200 жылдығы болғаннан кейін Құрманғазы мұралары қазіргі уақытта қаншалықты насихатталып жатыр, қаншалықты ол туралы оның шығармалары мысалға нақтыланған. Енді зерттеулер көп қой жалпы. Дегенмен десек те әлі де осы Құрманғазы Сағырбайұлының мұралары деп айтқанда нені нақтылауды қажет ететін жайттар бар? Құрманғазының мәдени мұралары туралы жақсы зерттеу жұмыстары бар. Оған пәлен түгендеуге болмайды. Мәселе сол адамның композиторның жаңағы ғұмырнамасына байланысты. Туған жері мен өлген жері. Содан келіп шығады. Кейбір жаңағы күйлердің байланысты жаңаша зерттеу керек. Мысалы үшін алғанда жаңағы Сарыарқа күйі, Алатау күйі, Балбырауын адай. Жаңа бұрын айтып жүрді ғой. Ол Құрманғазы деген жаңағы Иркутскіге айдалған екен. Сояқтан кейін Сахарада жаңағы Сарыарқа күй шығарған екен. Тіпті мүлде дұрыс емес болып шықты. Болмаса Алатау күйі Алматыда қыдырған екен, Алматыға барған екен. Алатау сояқтан шығарған. Жоқ, олай емес. Оның бәрі де сол біздің өзіміздің мынау Маңғыстауда, болмаса мынау оның бер жағында жаңағы Жем ойында, оның бір жағында Атырау, әрмен қарай Бөкей Ордасы жерінде болған нәрселер бәрі де. Сондықтан оны біздер мына туған жерден өлгеннен толық дәлелдегеннен кейін оны дәлелдеу қиын болмайды. Және осы Құрманғазы Сағырбайұлына бір жақсы тарихи танымдық болатын драмалық фильм керек сияқты, әзірге телехикая ретінде жоқ қой. Құрманғазы деген қор бар екен Алматыда. Сол қордың бастығымен сөйлестім. Осы Құрманғазы туралы бір кино шығаруға болмас па екен деп. Ол айтты, қаржы жоқ деді. Өткенде қаржы жоқ дейді ғой. Қаржы жоқ деді. Бірақ болашақтың ісі болатын болар деді. Дұрыс қой енді. Құрманғазы туралы бір кино неге шықпайды? Айтпақшы, өткен осы айдың басында менің қатынасуымен, ғылыми жетекшілігімен ұлы күй атасы дейтін телефильм шықты. Бірнеше рет көрсетті.
облыстық телевидение. Ол жақсы. Жалпы осы Құрманғазы Сағырбайұлы туралы мысалға тарихи драмалық фильм түсірілген жағдайда оның балалық шағы, өсіп өнуі, мысалға өмірінің ақырғы сәттеріне дейінгі мерзімді қамтитын, толық ашып көрсетіп бере алатын елімізде мамандар, тарихшылар, зерттеушілер бар ғой, жеткілікті ме олар? Ең негізгі мәселе осы мына туған жыл өлген жерін мойындау керек. Сондықтан да біз қалай болғанда да бұл мәселені қалай болғанда толықтай шешуіміз керек. Енді алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет, аға. Жалпы енді Құрманғазы бабамыздың үлкен тарихи мәдени мұрасы жайында бүгін мен ойлаймын бір көптің ғана бірін біз ғана білдік, өйткені барлығын бір хабарда қамтып шығу мүмкін емес. Мүмкін тағы да бір болашақта осы Құрманғазы бабамыздың өмірінен алынған бір қызықты деректерді негізге ала отырып, онда жаңа хабарға арқау етерміз деген үміт бар. Сізге студиямызға келгеніңіз үшін көп рахмет. Және тыңдармандарымызға айтарымыз, қадірлі радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі кездесуден өздеріңізде біраз ой түйіп, жаңа тың деректер алдыңыздар деген сенімдеміз. Сіздер Азан радиосындағы тарих тағылымы радиохабарын тыңдадыңыздар. Бүгін бізде қонақта болған Халел Досмағамбетов атындағы Атырау университетінің қауымдастырылған профессоры, Құрманғазы танушы Амангелді Шамғонов болатын. Мен сіздермен тура бір аптаға қоштасамын. Аман, сауда болыңыздар. Осындай хабар ұйымдастырғандар үшін сіздерге де көп рахмет. Адамзат таныған қоғамның қалыптасуы тарихпен тығыз байланысты. Өткенді білу кемел келешектің алтын кілті. Азан радиосының толқынында тарих тағылымы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Өркениеттердің өрлеуі мен құлдырауы, сұрақ пен жауаптың тоғысқан тұсында сіз білмейтін тың деректер. Тарих тағылымында сенбі және жексенбі сағат 20:00-де. Тарих тағылымы Әнуар Жаманқұловпен бірге.